Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін металлургиялық үрдістердегі физика-химия пәні бойынша 10-шы дәріс. Тақырыбымыз гальваникалық элементтердің термодинамикасы. Гальваникалық жоспар бойынша бүгін гальваникалық элементтердің сандық сипаттамалары, электр қозғалғыш күш концентрациясының тәуелдігі, концентрацияға тәуелділігі, гальваникалық элементтердің термодинамикасы, гальваникалық элементтер туралы жалпы түсінік, энергияның түрленуі және пайдалы әсер коэффициенті, металлургиядағы гальваникалық элементтердің қолдануы. Гальваникалық элементтер химиялық реакцияның энергиясы электр энергиясына айналатын кемінде 2 немесе бірнеше электролиттерден тұратын жүйені гальваникалық элементтер деп атайды. Келесі гальваникалық элементтерді айырады: тотығу, тотықстану, концентрациялық. Якобидің тотығу-тотықстану гальваникалық элементтерін қарастырсақ, гальваникалық элементтерді жазудың үлгісі қабылданған сол жақта теріс зарядка ие болатын электрод көрсетіледі. Содан соң тік сызық металл ерітін шекарасы білдіріледі. Содан кейін қос тік сызығы екі электролитті ерітінді бөлінеді, одан тағы да тік сызық және оң зарядқа ие болатын екінші металл көрсетіледі. Гальваникалық элементтердің сандық сипаттаушы болып электр қозғалғыш күш саналады. Электр қозғалғыш күш бұл электр өрісінің бір нүктесінен басқа заряд бірлігімен тасымалдау жұмысы. Электр қозғалғыш күш электрод потенциалдарының алгебралық қосындысы ретінде анықталады. Қалыпты электр қозғалғыш күш гальваникалық элементтің стандартты жағдайда және электролит ерітіндісінің белсенділігі бірге тең болғандағы электр қозғалғыш күш айтылады. Теңдеуден көретіндей, диффузиялық потенциал гальваникалық элементтің электр қозғалғыш күшін азайтады. Сондықтан электродты потенциалдың әсерін жоққа шығарады. Сондықтан электролиттер ерітіндісі калий хлориді бар тұздық кішкене көпірі арқылы қосылады. Диффузиялық потенциал деп иондар қозғалғыштарының айырмашылығына байланысты шегінде пайда болатын потенциалды айтамыз. Ерітіндісінде иондар қозғалғышы шамамен бірдей болып келеді. Электр қозғалғышта пайда болу негізінде химиялық үрдіс жатады. Оның энергиясы бізге электр энергиясын береді. Бұл кезде химиялық үрдістің өзі гальваникалық элементтің әртүрлі бөлімшелерінде жүреді. Бұл үрдіс катионды және анионды деп бөлінеді. Мырыш платинасында еру жүреді, яғни тотығу. Демек, мырыш платинасында ериді және алынады. Нәтижесінде гальваникалық элементтер келесі үрдіс өтеді. Электр қозғалғыш күш концентрацияға тәуелді. Электр қозғалғыш күш концентрацияға тәуелділігі Эрнст теңдеуі бойынша анықталады. Гальваникалық элементтердің термодинамикасы. Егер гальваникалық элемент сыртқы кедергіге тұйықталған болса, онда гальваникалық элементтердің жүйесінде максималды пайдалы жұмысты беруге мүмкіндігі бар кері үрдіс орнатылады. Яғни, жұмыс тең дельта G-дің минус дәрежесіне. Q тең минус F, дельта G тең минус FE, дельта S энтропияның минус дифференциалды формулаларына және тағы да қалай. Бұл әртүрлі температурадағы электр қозғалғыш күшінің өлшеу арқылы анықталатын коэффициенті 5-6 формуламен беріледі. Гальваникалық элемент өздігінен жүретін тотығу-тотықстану реакциясы нәтижесінде электр тоғын өндіретін электрохимиялық жүйе элемент екі электродтан және электролиттен тұрады. Анод тотығу кезінде жүретін электрод
электрондардан бөлінеді. Катод қосу, ол плюс тотықсыздану жүретін электрондардан қабылданады. Электродтар сым арқылы қосылып, электрондар катодтан анодқа қозғалады. Мысалы, Даниэль 2 элементі бұндағы реакция. Міне көріп отырғандай, цинк, купрум, медь және цинк пен мыстың әрекеттесуі одан пайда болатын дүние. Энергия түрленуі және пайдалы әсер коэффициенті. Гальваникалық элементтегі энергияның бір бөлігі электротоғында, ал бір бөлігі жылуға айналады. Дельта H тең дельта G плюс D дельта S. Мұнда дельта H реактор энтальпиясы, дельта S энтропия өзгерісі. Элементтердің пайдалы әсер коэффициенті нью тең дельта G дельта H көбейтілген 100%ке. Бұл шама элементтің термодинамикалық тиімділігін сипаттайды. Міне жаңа жоғарыда айтылғандай, цинк пен мыстың әрекеттесуі мына электродтар арқылы, гальваникалық элемент арқылы міне схемада көрсетілген. Міне қарап отырсыздар, цинк пластинасы, мыс пластинасы. Бұл жерде қышқыл қалдығы SO4. Міне гальваникалық элемент арқылы натрий мен купрумның алмасуы. Элементтер натрийді алып келеді. Цинкпен алып бұл жаққа өтеді. Металлургиядағы қолдануы. Гальваникалық элементтер мен олардың заңдылықтары металлургияда маңызды рөл атқарады. Коррозия құбылысы табиғи гальваникалық элементтер нәтижесі. Электрохимиялық қорғау бұл катодтық және анодтық. Осы принципке негізделген. Электрорафинерлеу металдарды электродтық потенциалы арқылы тазалау. Гальваникалық жабындар мыс, никель, мырыш, хром алынатын процестер. Қорытындыға келетін болсақ, гальваникалық элементтер химиялық энергияны электроэнергиясына түрлендіретін жүйелер. Реакцияның жүру бағыты дельта G тең минус NFE дельта G тең минус NFE теңдеуімен анықталады. Нернс теңдеуі арқылы электрқозғалғыш күшінің концентрация мен температураға тәуелділігі есептеледі. Кілт сөздер: гальваникалық элемент, электрохимиялық жүйе, электрод, катод, анод, тотығу, тотықсыздану реакциясы, Нернс теңдеуі. Жоғарыда алдыңғы оқыған лекцияларда айтқандай дәрісте барлық оқыған мәліметті біз бақылау сұрақтарымен бекітеміз. Бақылау сұрақтары мысалы гальваникалық элемент дегеніміз не? Электрқозғауыш күш пен гипс энергия арасындағы қандай байланыс? Нернс теңдеуі қалай жазылады? Және не сипаттайды? Гальваникалық элементтің тиімділігі қалай бағалауға болады? Металлургияда гальваникалық принциптер қайда қолданылады? Пайдаланған әдебиеттер берілген. Қосымша дәріске оқимын деген студентке мәліметтер әдебиеттер тізімінде беріледі. Бұда Әбдікәров Қайырбековтің металлургиялық үрдістердің физика химиясы Алматы баспада шыққан. Бұл жерде толығымен гальваникалық элементтер туралы мәлімет жазылған. Бектемисовтың да кітабында
металлургиялық процестер негіздерінде. Жалпы металлургия процестерінің негізі осы физика-химияға сүйенеді. Осы физик-химиялық реакциялар пештің ішінде металл балқыған кезде қандай процестер жүретінінің барлығы металлургиялық процестер негіздерінде. Жұмабековтың кітабы термодинамика және химиялық тепе-теңдік, Сырлыбаевтың физика-химиясы, Мейрамовтың металлургиядағы ерітінділер термодинамикасы. Дәрісті тыңдап, назар аударғандарыңызға уақыт бөліп рахмет, сау болыңыздар.